Бізде кезекте сұраққа жауап нейрохирург болу үшін қандай оқу қажет? Әрине ешкімге құпия емес. Бұл бірінші әуелі медициналық университетке түсу керек. Түскеннен кейін алдыңызда 5 жыл бакалавриат тұр. Соның 3 жылы базалық білім болып табылады. Базалық білім өйткені сіздің болашақта жақсы дәрігер қалыптасу үшін осы 3 жыл маңызды. 4-5 жыл олар циклдік сабақ сияқты өтеді. Соның ішінде неврология циклдер да болады. Соны сол кезде оқып зерттеп алу қажет. Кейін 1 жыл интернатураңыз бар. Интернатурадан кейін 4 жылдық резидентура нейрохирургия түсе аласыздар. Барлық бұл процесте әр емтихандар бар, уақыттар бар тапсыратын. Оған уақыт, күш керек, білім керек, әрине. 4 жыл нейрохирургия не береді? Оның ішінде барлық кіреді. Практикалық тәжірибе, операция, кезекшілік, барлық ауқымды процесс бар. Сондықтан да бұл оқу жеңіл емес, уақыт керек, күш керек, білім керек. Егер ынтаңыз болса, сәттілік, жақсы мамандар әрқашанда қажет.